Көктем келіп, күн жылына бастағанда ағаш егуді бастайтын боламыз. Атадан мал қалмайды, тал қалады. Бір тал ексең 10 тал ек, тал жұмақтың көрінісі деп табиғатты тазалап тал егу дәстүріміз бар. Дәстүр бойынша тал егілетін орынды жігіттер қазады. Талды үлкен кісілер егеді, суаруды қыз-келіншектер орындайды. Ал енді осы дәстүр қай кезден бастау алған, мұның дінге қатысы бар ма деген сауал туындайтыны анық. Себебі дана қазақ қандай да бір салт пен дәстүрді ырым мен тыйымдыда белгілі бір негізде жасаған. Әрбір әрекеттердің астарында асыл дініміздің оқиғалары жататыны сөзсіз. Сондықтан ұлттық құндылығымызды асыл дінімізден бөлу негізсіз болады. Олай болса тал егу дәстүрінің дінге қатысы жайында тоқталайық. Ертеде бір қандықол қарақшы тәубе еткісі келеді. Ол Шайқы-бұрқы әулиеге келіп, мен 40 жыл бойы қан төктім, зұлымдықтан басқа іс жасамадым, енді тәубеме келдім. Не амал жасасам Құдай күнәмді кешеді деп сұрайды. Шайқы-бұрқы: жол шетіне жеміс ағашын ек, өткен-кеткен жолаушылар саясына демалсын, жемісін жесін, шөлін қандырсын дейді. Қарақшы жолдың жиегіне көп ағаш егіп баптайды. Арада бірнеше жыл өткеннен кейін ағашы жайқалып бақшаға айналыпты. Жолаушы демалып, керуен ат шалдыратын шұрайлы жерге айналады. Bir күні Шайқы-бұрқы жолаушылап келе жатып, қарақшының бақшасына кезігеді. Бұл кімнің бағы деп сұрайды. Бақтың иесі жоқ. Жергілікті жұрт қарақшының бағы деп атайды. Қарақшының өзі 10 жыл бұрын дүниеден озыпты дейді. Шайқы әулие бақтың жемісін жеп сол жерде түнейді. Түсінде баяғы қарақшыны көреді. Ол жұмақтың бақшасында отыр екен, төбесінен нұр тамшылап тұрады. Шайқы: ей Алла, бұл не хикмет, қарақшының төбесінен нұр не үшін тамшылап тұр деп сұрайды. Мұның еккен ағашының саясына сан мыңдаған адам келіп демалады, жемісін жейді. Соның сауабы өзіне ақыретте өшпес азыққа айналды дейді. Шайқы-бұрқы ұйқыдан көңілді ояныпты. Содан бастап ел арасында ағаш ексең күнәң жеңілдейді деп насихат айтыпты. Ағаш ексе адамның күнәсі жеңілдейтіні жөнінде тағы бір аңыз бар. Ертеде бір жігіт түс көреді. Түсінде әкесі шөл далада көлеңке іздеп жүріпті. Күннің ыстығынан табаны күйіп, жан ұшыра айқайлайды. Жігіт шошып оянады. Ауыл ішінде 100 жасаған қарияға барып түсін жортады. Ол: балам, әкеңнің қабіріне ағаш ек, әкең қабірде ауырлық тартып жатыр, ағаш күнәсін жеңілдетеді деп жориды. Бала ертесіне әкесінің моласына ағаш егеді. Оны күтіп баптап өсіріпті. Bir күні тағы да түс көреді. Түсінде әкесі үлкен бір ағаштың көлеңкесінде жатыр екен. Мазар басына ағаш ексе сауабы тіріге де өліге де тиеді деген сөз осы аңыздарына үлгі болып жетіпті екен. Діни аңыздарда мазарға ағаш отырғызу Кемел деген әулиеден қалған деседі. Ол уағызда: мазар көрсең ағаш ек, еңбегің түзге кетпес тек, құс қонатын бақ өсіп, ху-ху деп сайрайды деп насихаттайды екен. Асыл дінімізде өсімдіктер мен ағаштар Алла тағалаға сәжде етеді. Рахман сүресі 6 аят бойынша. Ал адамдар үшін ағаш отырғыздың пайдасы қаншалықты екенін екі дүниеде сардары пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мына хадисінен аңғаруға болады. Кімде-кім бір тал ексе, Алла тағала міндетті түрде бір тал жеміс бергенше оған сауап жазады. Аса үстем Алла тағаланың мейірімі кең ғой. Тағы бір хадис шәріпте: кімде-кім бір тал егіп, оның жемістен адам немесе Аллах тағаланың жаратқандарының біреу жесе, ақиқатында ол адам үшін бұл бір садақа делінген. Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам үмбетіне тек айтып қана қоймай, өзі де тал отырғызып күтіп баптаған. Алла елшісі өмірінің соңына дейін қоршаған ортаны аялап, бізге экологиялық сүннетін үйретіп кетті. Тал егудегі барлық сенімдер осыған негізделсе керекті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: күн батыстан шыққанын көрсең де қолыңдағы шыбықты ек деген. Ендеше сіз де көктем мен күзде тал егіңіз.